Ал ендеше кеттік. Осындай жіп алдым мен. Так, негізі жіп микрофибра болу керек, немесе полушерсть, полуакрил, өздеріңіздің тапқан, өздеріңізге ыңғайлы сондай жіпті алсаңыздар болады. Немесе ярнард джинстың полу хлопок, полу жаңағы акрил жіптері де бар, олар да жақсы. Осындай тапочкаларды осындай подошвамен тоққанға сәйкес келеді. Мен бүгін міне сұрынан тоқитын боламын. Менде 37-38 размер, соған көрсететін боламын. Кейін 36, жаңағы 36-35, 39-40 размерге қалай тоқитында көрсете кетемін. Ал ендеше мына ортасын табамыз да, арғы бетінен, тура ортасынан төмен мына ортасын алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Где-то мына 7 осындай тесіктен төмен түсіп, 7-шісіне кіргізіп қоямыз. Кіргізгенде мына жіптен бір бос ілмек алып, қараңыздар, осылайынан алып аламыз. Бір қатты ұзын емес, орташа қылып. Одан мына ортасынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-шісіне кіргізіп, номері крючоктың менде 3. Номері крючоктың 3. Жіптің қалыңдығы где-то 250 миллиметр. 250 миллиметр дегенім. 250 метр. Так, 100 граммға где-то жіптің қалыңдығын сондай өлшеммен алсаңыздар болады. Сол кезде дәл шығады. Где-то сол 240, 220, 100 граммға алсаңыздар, сол жіптің қалыңдығы тура осы аяқ киімді тоққанға дәл келеді. Осылайынан бір бос ілмек аламыз. Одан кейін так, мына жіпті, артындағы жіпті жоғарғысына жіберіп, осы шетке тағы да 3 аламыз. 3 ілмексіз баған. Столбики без накида. Получается, 2. Одан кейін 3. Мінекей 3 алдық. Қасын жәндегісіне тағы да 3 аламыз. 1, 2, және де 3. Жәндегісіне де 3 аламыз. 2, 3. Так, жәндегісіне де 3 аламыз. Так, мына ортасы болған. Тағы да біреуіне 3. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5-ге 3-ден аламыз да. Мына жерде мен біріншісіне 4, біріншісін санамағанда негізі 3 болады сонда. Қалғандары 1, 2, 3, 4, 3-тен. Біріншісі 4. Жаңа біреу петля для подъема деп аталады ғой, сонымен қосқанда 4 болады біріншісі. Ал қалғандары мыналар 4-де 3-тен. И мына ортасын жаңа біз белгілеп алғанбыз, мына ортасы болады, соның жәнде 2 қалды, сол 2-не 4-4-тен енді. Мына мұқият болыңыздар. Жібі үлкен емес, қатты үлкен емес, өрмесі әдемі бір қалыпты болып шығу керек. Сол үшін кейде болады, бір дәу болып кетуі мүмкін. Соны мұқият қараңыздар, дәу болмай, бір келікті болып шықсын. Так, 3 болды, енді 4-шісі. Жәндегісіне де тағы да 4.
ортасында получается 5 төртеу болу керек қой. Мына біз ортасын бөлдік, иә. Одан шетіндегі екеуі 4-4-тен, мына ортасындағы төртеу, және шетіндегі тағы да 4-4-тен, қалғандардың бәрі 3-ден болады. 3 и 4. Мына жерде де 4. Және де 4. Және соңғысы 4. 4-ліктің соңғысы 1, 2, 3, 4. Сіздер ғой мына соң жағында. Мына бастапқы 5-еуі ортадағы 1, 2, 3, 4, 5-еуі 4-4-тен болды да, ортасындағы жаңа ортасын ровно 1-еуін бөліп алғаннан кейін біз 7 қоймылдаттық, иә. Соның екі шетіндегі 2-еуі, мына ортадағысына 4-еу и мына шетіндегі 2-еуіне 4-4-тен, қалғанның барлығы 3-3-тен айналып келеді да. Тек мына соңында подошвасын ортасын табастыр ғой, тура мына тоже. Мына жердегі басындағы ортасын таптық, және де мына шетіндегі ортасын табастырды. Сол шетіндегі 1-еу, 2, 3-еу. Осы 3-еуіне 4-4-тен тоқисыздар. 4-4-тен тоқисыздар. Қалғандардың барлығын 3-3-тен айландырып тоқып алып келесіздер. Тек мына 3-еуі белгілеп қойсаңыздар да болады маркермен алып. Мысалға, мен маркерді алып қазір ортасына кіргізіп қоямын, чтобы қателесіп кетпес үшін. Егер де қаласаңыздар, осылайынан 3-еуін де белгілеп қойсаңыздар болады. Мен маркерді алып белгілеп қойдым. 3-еуін, осы 3-еуі 4-еуден болады да. Қалғанның барлығы 3-3-тен айландырып тоқып алып келеміз. Мінекей достар, тоқып алып келдім. Қараңыздар, басындағы 3-еуіне, аяғындағы мына ортасындағы 3-еуіне 4-4-тен, қалғандары 3-3-тен. Мінекей осылайынан сырттай осылайынан тұрады. Мына жағында 5-еу болды, 4-еуден. Ал енді қараңыздар, мынаны біріктіреміз. Қалай? Тоқып алып келдік қой. Енді осы шетте мына біріншісін емес, өйткені біз 3-еу тоқыдық қой, соның. Так. Яна негізі біріншісіне, көріп тұрғандарыңыздай, жіп кішкене жұқалау, иә, қатты кішкентай қылып тоқып жіберіппін. Келесі крючокпен былай көмектесіп жіберсеңіздер болады. Жіпті шығарып. Біріктіру ілмегімен біріктірдік. Енді осы шетте қараңыздар, мына өрме деп атайық, иә, мынаны өрмеге ұқсап тұр ғой, өрілген шашқа. Соның біріншісін емес, келесінен мына біреуін тастап, яғни мына екіншісіне осылайынан кіргізіп, әдемілеп мінекей кіргіздік. Кіргіздік, шығардық. Кіргіздік, шығардық. Я осылайынан кіргіздік, шығардық. Осылайынан өрменің екіншісіне, яғни шетіндегісіне осылайынан тоқып, айландырып тоқып алып келеміз. Ешқандай арттырусыз, тек осы бүкіл өрмелердің шетіндегісіне кіргізіп, осылайынан ілмек алып шығамыз. Сонда ол былайынан, осылайынан болып шығады. Негізі маған екінші крючокпен
шетіндегісін тоқып шыққан ыңғайлы. Осылайынан айландырып тоқып алып келіңіздер. Мінекей қараңыздар, соңына өрімнің алып келдім, міне бәрін шетін өріп алып келдім десем болады, иә, мектеп